Өз бағаңды біл. Бір күні ұстаға жас жігіт келіп, былай деді: мен саған келдім, өйткені өзімді бейшара және қажетсіз сезінем. Менің өмір сүргім келмейді. Айналамның бәрі мені бейбақ, олақ, ақымақ көреді. Ұста, өтінем, маған көмектесші. Ұста жас жігітті көзімен жылдам шолып өтіп, асығыс жауап қатты: кешір, мен қазір еш бос емеспін, және саған ешқандай көмекте көрсете алмаймын. Мен аса маңызды бір жұмысты тез бітіруім керек, деді де, аздап ойланып тұрып, былай деп үстемеледі: бірақ сен менің шаруама көмектесуге келіссең, мен сенің шаруаңа бар ынтаммен көмектесем. Ұста, бар ықыласымды салам, деп, анау кезекті рет кейінге жылжытып жатқанына күңк ете қынжылды. Жақсы, деді де ұста сол қолының шынашағынан әдемі тасы бар шағын сақинаны суырып алды. Атты ал да базарға шап. Маған қарызымды өтеу үшін мына сақинаны тез сату қажет. Барынша көп алуға тырыс, және алтын шақаның құнынан төмен бағаға ешқашан келісуші болма. Шауып бар да тез қайт. Жігіт сақинаны алды да шаба жөнелді. Базарға келіп, ол сақинаны саудагерлерге көрсете бастады. Олар басында затына қызыға қарады. Бірақ алтын шақаға сатылатыны жөнінде естіген бойда көңіл күйлері өзгеріп сала берді. Біреулері бетіне ашық күлді, біреулері жай ғана теріс айналды. Тек бір егде саудагер ғана алтын шақаның бұндай сақина үшін тым жоғары баға екенін, бұл үшін бақыр шақа беретінін, тіпті асырғанда күміс қана берілетін сыпайы түсіндіріп айтты. Шалдың сөзін естіген жас жігіт қатты қапаланды. Өйткені ұстаның қандай жағдайда да құнын алтын шақадан төмен түсірмеуді тапсырғаны есінде болатын. Бүкіл базарда айналып, сақинаны жүздеген адамға көрсеткен жас жігіт қайта атына мініп кері оралды. Жолының болмағанына қатты ашуланған ол ұстаға келді. Ұста, мен сіздің тапсырмаңызды орындай алмадым, деді ол ұнжырғасы түсіп. Мен бұл сақинаға көп болса, 2 күміс шақа алар едім. Бірақ сен алтыннан төменге келіспе, дедің ғой. Ал бұл сақина соншалықты тұрмайды екен. Сен жаңа ғана өте маңызды сөз айттың, балам, деді ұста. Сақинаны сатпас бұрын оның нағыз бағасын белгілеген дұрыс. Зергерден артық кім бұны істейді? Барып, зергерден оның сақина үшін қанша беретінін сұрап біл. Тек ол қандай жауап берсе де, сақинаны сатпа, маған қайтып кел. Жігіт атына қарғып мініп, зергерге жол тартты. Зергер сақинаны лупамен ұзақ қарады. Сосын оны кішкентай таразымен өлшеп алды да, соңында жігітке былай деді: ұстаға айт, мен оған қазір 58 алтын шақадан артық бере алмаймын. Бірақ ол маған уақыт берсе, мен мәміленің шұғылдығын ескере отырып, сақинаны 70-ке сатып аламын. 70 шақа. Жігіт қуанғанынан күліп, зергерге рахметін айтып, кері қарай құйындата жөнелді. Кел, мұнда отыр, деді жас жігіттің бастырмалата айтқан әңгімесін тыңдаған ұста. Балам, біліп ал, сен де бір, мына сақина да бір. Қымбат және қайталанбайды. Сені тек нағыз сарапшы ғана бағалай біледі. Неге сен кім көрінгенге телміріп, базарды текке шыр айналып жүрсің?